Ұядан ұшқан бала. Алыстағы шағын ауылда өмір сүрген бір отбасы бар еді. Әке-шеше жалғыз ұлын мәпелеп өсірді. Қолдағы барын аямай, жақсы білім берді, үлкен қалаға оқуға жіберді. Баласы да алғыр еді, оқуын үздік тәмамдап, үлкен қызметке орналасты. Күндер өте келе, бала қала өміріне үйреніп, ауылын сирек іздейтін болды. Әке-шешесінің сағынышты үндерін естісе де, жұмыс көп, уақытым жоқ деген сылтаулар айтып, ауылға баруды кейінге қалдыра беретін. Ата-анасы баласының бақытын ойлап, оған ешқашан ренжімеді, тек жүректерінде бір мұң болатын. Бір күні анасы ауыр сырқаттанып қалды. Әкесі баласына хабар берді. Бірақ ұлы тағы да жұмысым бар деп келе алмады. Көп ұзамай, анасы дүниеден өтті. Сол кезде ғана ұлы анасының мәңгілікке кеткенін түсінді. Бірақ бәрі кеш еді. Жүрегі қан жылаған ұл ауылға жетіп, әке-шешесінің үйінің есігін ашқанда, анасының тоқып қойған жылы көрпесі мен ұлына арнап сақтап қойған тәттілері сол қалпы тұр еді. Сол сәтте ол ана махаббатының шексіздігін, ата-анасының мейіріміне немқұрайлы қарағанын түсінді. Бірақ бұл өкініштен пайда жоқ еді. Ол енді ешқашан анасының мейірімге толы даусын ести алмайды, алақанының жылуын сезе алмайды. Осы оқиғадан кейін ол әкесін жалғыз қалдырмауға бекінді. Күнделікті хабарласып, жиі барып тұратын болды. Өмірдің сынақтары оны ата-ана махаббатының шынайы құнын түсінуге мәжбүр етті. Кейде кеш болмай тұрғанда, ең қымбат жандарымызға көңіл бөлгеніміз дұрыс. Ұлы ауылға жиі баратын болды. Әкесімен ұзақ әңгімелесіп, бірге уақыт өткізді. Әкесі де ұлының өзгергенін сезіп, қуанып жүрді. Бір күні әкесі, балам, сенің мені ұмытпай, жиі келіп тұрғаның жаныма дауа береді деді күлімсіреп. Бірақ уақыт өз дегенін жасады. Бірнеше жыл өткен соң әкесі де науқастанып қалды. Бұл жолы ұлы ештеңені кейінге қалдырмай, дереу ауылға аттанды. Ол әкесінің қасында болып, бар мейірімін төкті. Бірақ тағдырдың жазуы өзгермейді. Бір күні әкесі де мәңгілікке кетті. Ұлы әке-шешесінің қабіріне барып, ұзақ ойға батты. Көз алдынан балалық шағы, ата-анасының ыстық құшағы, олардың қамқорлығы мен махаббаты бірінен соң бірі өтіп жатты. Енді ол мүлде жалғыз қалды. Сол сәтте ол шын жүректен өкінді. Өзі үшін жанын берген жандарға көбірек уақыт бөлу керек еді. Бірақ енді олардың жанында болуы мүмкін емес еді. Содан бері ол басқаларға өмірдің ең қымбат байлығы ата-ана екенін үнемі айтып жүрді. Қайда жүрсе де, ата-ана тірі кезде қадірін біл деген сөзді есінен шығармады. Жылдар өтті. Ол өзі де ата болды. Балаларының мейірімін сезініп, немерелерін бауырына басып өсірді. Бірақ жүрегінің түбінде ата-анасына деген сағыныш ешқашан басылмады. Ол кейде кешкі уақытта терезе алдында отырып, көкке қарап, анашым, әкетайым, мен сіздерді сағынамын. Менің жүрегімде сіздердің махаббаттарыңыз мәңгі сақталады деп сыбырлайтын. Осылайша ол ата-анасының қадірін тым кеш түсінгенімен, өз балаларына бұл қателікті қайталамауды үйретті. Ол отбасының жылуын бағалап, жақындарына уақыт бөлудің маңыздылығын өмір бойы айтып өтті.